Балаларда жиі кездесетін стоматит ауруын емдейік. Мен өзім қолданылған дәрілер тізімін көрсетейін. Фунгостатин. Бұны күніне 3-4 рет 1 мл немесе бинтпен жақсақ болады. Екінші нистатин мен В12 витаминді араластырып жақсақ. Үшінші қызылмай. Қызылмай бұл ауырсынуды басу үшін емдемейді. Бұнда ауызға жағамыз. Ашуктас бұл стоматит қатты асқынып кеткен жағдайда қолдансаңыздар болады. Бұнда үгітіп, саусаққа малып жақсаңыздар болады. Картопты да ашыған жерге картоп тілімін қойсаңыз болады. Ас содасы. Ас содасын да ауызға салып, 1 стакан суға араластырып, шайқап тұрсаңыздар да болады. Және миконаз, ифус таблеткаларды берсеңіз болады.